Барлығына сәлем, менің есімім Ажыхан. Сіздерге осы видеодан полностью роботтың кухнясын көрсеткім келіп отыр. Бізге көптеген сұрақтар түсіп жатыр. Жалпы бұл робот қалай жұмыс жасайды деген сияқты, вообще қандай результаттар әкеліп жатыр ма деген сияқты сұрақтар көбейіп кетті. Сондықтан сіздерге осы видеода полностью ішкі кухнясын және де жалпы біздегі осы именно робот қосқан адамдардың результаттарын полностью сіздерге көрсететін боламын. Жалпы бізде осы аптада робот $1230 ақша тапты. Бұл общий біздің клиенттердің тапқан табысы бізге көрінеді. Бізге көрінбейтін кісілердің тапқан табысы бар. Суммарно былай қарап отырсақ $2000 бізде ақша табыс әкелді бұл робот. Жалпы сонымен қатар именно осы видеода біз апта сайын отчет түсіріп отыратындай боламыз. Яғни бұл бізде как реалити болады. Біз специально $1000 шотымызға толтырып қойдық. Осы $1000-ға қазір роботты қосамыз и әр аптаның соңында жалпы робот осы шотқа қанша табыс алып келді, немесе қанша минус болды, барлығын ашық түрде сіздерге көрсететін боламыз. Ендеше жалпы роботты қалай қазір установка болады, қалай жұмыс жасайтын мен сіздерге бірге установка жасап көрейік. Бізде жалпы осындай сіздерге арнайы жасақталған файл беріледі. Сіздің именно шотыңызға ғана, ол басқа кісінің шотына жұмыс жасамайды. Яғни мысалы осы жерге біз Жандостың атына осы файлды алдық. Қазір енді установкасын жасаймыз. Сіздерге уайымдамаңыздар, бұның барлығын өзіміз установка жасаймыз. Так, осы жерлерге біз разрешить береміз, яғни роботпен сауда жасауға. Параметрлер бізде 1190. 1190 дегеніміз не? Бұл дегеніміз жалпы бізде робот бірінші сделканы ашады, ал екінші сделканың бланшетқа айтқанда ара қашықтығы, яғни 1190 пипс. Яғни біздің сделка 1190 пипске ғана түсіп кеткен кезде бізде робот автомат түрде екінші сделкасын ашатын болады. Жалпы базовыйға мен қазір 5 қоямын и индикаторға 30 қоямын. Енді бұлар сіздерге қатты маңызды емес, бұны айтқанын мен түсінбейсіздер, сондықтан қарап отыра берсеңіздер болады. Лот бізде получается бізде $1000 шот болған үшін 002 дейтін. Бұл алғашқы бізде ашатын сделка 002 дейтін. Все, осындай қарапайым түрде установка жасаймыз. Бізде бұл робот қазір выходной жұмыс жасамай, ертеңнен бастайды жұмысын. И мына жерге алготрейдингті қосып қойсам, менде уже мынау көк болып жанды. Бұл дегеніміз уже робот жұмысын бастады. Понедельниктен бастап бұйыртса именно золотаға бойынша сделка ашады. Бұл айтып өткенбей тек золота ғана бізде жұмыс жасайтын робот. Енді сіздерге жалпы біздің клиенттердің результаттарын көрсетсем, менде бүкіліне олардың доступ бар. Енді біз ашып қарайтын болсақ, бізде удаленный компьютер Арай дейтін кісі, яғни үстінде көрініп тұр, бізде Арай деп жазылып тұр аты. Вот, қарасаңыздар болады. Бұл кісі только кеше ғана қостық роботты, яғни бір күн болған жоқ сауда жасағаннан. То есть пятница кешке қарай қостық. Жалпы история там $19 жасаған, $1000 пополнение болды. Бұл кісінікі бұйыртса тоже келесі аптадан полностью бастайтын болады. Келесі аптаның соңында Арай ханымның тоже результаттарын бірге көретін боламыз. Жалпы Бақытгүл дейтін ханым тоже пятница күні қостық. Жалпы сауда жасап қатты үлгерген жоқ. Всего лишь $12 ғана тапты, там бір сделканың өзінен. Міне мына жерде ашылған, мына жерде жабылған позициясы тұр. Жалпы бұл кісіге тоже келесі апта полностью результаттарын қарап көретін боламыз. Берік Мырзанык тоже өкінішке орай пятница күні ғана қосылды. Но соған қарамасам бізде робот ол кісіде $23 жасатын. Результат керемет, бір күннің ішінде емес даже ол. Где-то бір кешке қарай қосылған уақыттың өзіне там бір 5-6 сағаттың ішінде деп есептесек болады. Жалпы енді бізде келесі осы аптада қосылған результаттарды қарайтын болсақ, бізде үстін көріп тұрсыздар, Алмас Кішкенбаев, яғни біздің жаңа әнші ағамыз, осындай кісілерде бізде робот алып жатады. Алмас Кішкенбаев там бізде $500 пополнение жасады, қателеспесем, и $112 уже пайдаға келді. Бұл яғни пассивный, ол кісі өзінің жұмыстарымен айналыса береді, ештеңе қарамайды, просто кіреді, вывод жасайды, болды, прибылін көреді, все, басқа ештеңе жасамайсыздар артық. Так, бізде енді Айолым дейтін тоже бір қарындасымыздың роботы, жалпы тоже $500 пополнение жасады, уже $106 прибыльға шықты бұл кісіде. Яғни бұл Айолым бізде қателеспесем студент болды, 18 жасар қыз, білмеймін, стипендиясын жинап па, накопить еткен, жалпы роботқа салды. Енді как пассивный доход ретінде қазір бұл қарындасымызға да былайша айтқанда қазір пассивный доход түсіп тұр. Енді жалпы Бағдат дейтін тоже ағамыздікі, Бағдат Мырза тоже $1000 пополнение жасаған, қазіргі таңда $134 прибыльда тұр. 3 ғана сделка ашқан, міне 3 ғана сделкадан осындай жаңа прибыльді. Бізде былайша айтқанда роботта ешқандай кісіден минус тұрған жоқ. Қазір барлығы плюс болып жатыр.
Так, енді бізде Нұркен мырзанікі. Нұркен мырза, міне көріп отырсыздар, ашылған позициялар қаншама, көк ашылған, қызыл жапқан, осының барлығы робот өзі жасайды. Яғни сіздер вообще ештеңе жасамайсыздар. Өзі ашады, өзі жабады. Адамның жаңағыдай физически ешқандай болған сіздер артық жұмыс жасамайсыздар десек те болады. Нұркен мырза тоже $1000 пополнение, қазіргі таңда $252 пайдада отыр. Жалпы Жанна ханымдікі тоже біздегі робот қосқан кісі. Жанна ханым жалпы $500 пополнение жасады, $203 қазіргі таңда пайдаға кенелді. Жалпы айдың соңында, яғни келесі айдың басына бұл кісіге тоже вывод жасайтын боламыз. Яғни осы тапқан табысын уже шығарып отыру керек. Яғни табамыз айдың басында, немесе айына 2 рет шығарып отырсақ болады. Айдың басында, 15-інде, 30-ында деген сияқты. Вот Жанна ханымға тоже ертең ақшаларын шығарып алып отыратын боламыз. Жалпы осы ашылған позициялардың барлығы мына жерде. И бұл робот бізде қалай жұмыс жасайды? Бұл робот бізде, получается, ешқандай анализ жасамайды, сіздерге айтайын. Ол рынокты зерттемейді. Там индикатор, жаңалық. Бұл чисто математика, яғни бұл барлық шагтары, алтынның движениесі, жүрген жолдары барлығы есептелінген. 10 жылдық есептеу бар бұл жерде. Ол определенный позицияға, например, пунктқа түскен кезде ол коррекция береді деген сияқты, вот есептелінген математикалық есептеулердің арқасында шыққан робот бұл. Ешқандай анализ рынокты зерттемейді, яғни смарт мани, тех анализ ешқайсының қажеті керек жоқ бұл жерде. Жалпы Жанна ханымдікі тоже результат жаман емес. Енді бұл менде қазір бар достар, менде тағы да қазір сіздерге көрсететін боламын роботта басқа да адамдардың результаттарын. Так, біз дальше жалғастырсақ, бізде көріп тұрсыздар Ришат дейтін ағамыздікі, Айтжанов Ришат. Ришат аға тоже $500 пополнение жасады, қазіргі таңда уже $72 пайдада тұр. Жалпы жаман емес результат. Бұл кісілердің барлығы былайша айтқанда жұмыс басы кісілер ғой, көбісі. Енді там жастары 30-40 жастағы жұмыс басы, трейдингте үйренуге де, айналысуға да уақыттары өте аз. Сондықтан робот идеально келіп жатыр қазір. Идеально келіп жатыр. Просто 5 минут телефонға бір қарап, даже қарамасаңыздар да өздеріңіз білесіздер, аптасына бір рет қарап тұрсаңыздар да вообще өздеріңіз жұмыс жасамайсыздар. Ришат ағамыз тоже $72 пайдада тұр. Бізде келесі Асхат ағаның роботы, Битмалиев Асхат жазылып тұр. Бұл кісі $1000 пополнение жасады. Қазіргі таңда рекордсмен бізде осы кісі $312 табыса. Прям керемет. Бұл кісі бізде Асхат ағамыз кішкене жеке кәсіпкер, жаңағыдай тоже трейдингте прям қарауға уақыт аз. Ал робот қазір бұл кісіге тоже как пассивный доход ретінде табыс әкеліп тұр. Сондықтан робот прям жұмысын жақсы атқарып жатыр, еш жаңағыдай без проблем. Біз өзімізге сенімдіміз, роботтың жұмыс жасап жатқанына сенімдіміз. Бізде әлі көрсете алмайтын адамдардың счеттары да бар, которые үлкен суммамен жасап жатқан деген сияқты. Жалпы роботты өзіміз қосамыз, өзіміз установка, ішкі кухнясы осылай, тапқан адамдардың табыстары мен сіздерге барлығын көрсетіп жатырмын қазір. Сондықтан жалпы енді аптасына бір рет осындай как реалити ретінде результаттарын көрсетіп отырамыз. Осы кісілердің барлығын аттарын жаттап алсаңыздар болады. Может, ертең сіздер қосылсаңыздар да осы видеода сіздердің аттарыңыз тұратын болады. Жалпы Жандосқа тағы да жаңа айта кетейін, $1000 пополнение жасадық, роботты қостық. Енді осы аптаның соңында жалпы қандай результат әкеледі, бірге көретін боламыз. Сіздерден максимально лайк, комментарий жазып қалдырыңыздар, как поддержка ретінде. Сіздерге біз осындай жаңағыдай робот бойынша да тоже контент жасап отыратын боламыз. Сондықтан келесі кездескенше сау болыңыздар.